Апа, наурыз көжені қалай жасайды? Наурыз көжені 7 түрлі тағам қосып жасайды. Әуелі суды аламыз да қазанға құямыз. Содан кейін мынау ет саламыз қазанға. Қыстан қалған сүр ет. Ет салғаннан кейін барып мына түктеп дайындап әкелген бидайды саламыз. Міне бидай. Одан кейін дәмін кіргізу үшін тұз саламыз. Міне тұз. Сүт қосамыз оған. Дайын болып қалған кезде сүт қосамыз ағарған. Сармай қосамыз. Көже әбден пісіп дайын болғанда көженің дәмін кіргізу үшін қайнатылған құрт қосамыз. Осы 7 түрлі тағамды қосып наурыз көже жасаймыз. Наурыз көже біздің ұлттық тағамымыз. Наурыз көжені наурыз айы біткеннен кейін, наурыз біткеннен кейін де жасап ішуге болады. Міне, наурыз құтты болсын, балалар. Осылай жасалады наурыз көже. Неге екі топ бар бізде? Мынаның біреуі мен саған берем, екіншісі менде. Ал. Ал, енді қазір біз санаймыз 5-ке дейін жарай ма? 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың. Енді кері санаймыз. Кері санау үшін керісінше кетеміз, е? 5, 4, 3, 2, және 1. Жарайсың. Кәнеки, екі қолыңда да әкеледі маған. Доғындап қояды. Аша, қара, бізде 5 саусақ бар, бір қолымызда. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, және кішкентай бөбек. Кішкентай бөбек 5 саусақ. Осы 5 саусаққа жаттығу жасаймыз, жарай ма? Стал допты. Ортан терек және бас бармағын. Қайда бас бармақ? Мынау ортан терек. Мінеки, осы ортан терегімен ұстайсың. Бас бармақ, ортан терек. Кәнеки, айналдырамыз. Бас бармақ, ортан терек. Айтамыз. Бас бармақ, ортан терек. Бас бармақ, ортан терек. Енді қара, бас бармақпен кішкентай бөбек. Қайда кішкентай бөбек? Аха. Бас бармақ, кішкентай бөбек. Бас бармақ, кішкентай бөбек. Күшті, қолына келді. Жарайсың. Еспер маған. Еспер. Балаларым, жеті атасын, руын, жүзін білу міндетті. Және қазақта сөз бар, жеті атасын білмеген жетесіз деген. Және де жеті атаның ішіндегі қыз алыспаған. Сондықтан ағасы Димашқа бүгінгі жеті атаны үйретейік, біліп жүрсін жеті атасын. Әкем Қадыр, ата Бұхат, Атам Бұхат. Қанағат, рахмет, Айта ғой. жиынды, холдың, айтпай. Ал міне жақсы болды, міне жеті атанды біліп жүр, жарай ма Димаш? Әне аға да біледі екен жеті атаны, енді сен де жеті атанды біліп жүр. Балалар, біздің халқымызда ұлттық ойындардың бірі 5 тас деп аталады мына ойын. Қазір сендерге ойын шарттарын көрсетейін, үйретемін сендерге қалай оны ойнайды, қалай лақтыратынын, жарай ма? Дұрыстап қарап алыңдар. Бірінші бір-бірден аламыз тастарды. Оны жинап алдық па? Екі-ектен лақтырам. Енді екінші шарты тасты қолда қалдырамыз лақтырғанда бір-бірден.
Көрдім, қолда қалды. Қолда қалды. Қолда қалдыру керек. Енді екі-екіден лақтырамыз. Екі-екіден аламыз. Енді үшеу аламыз. Так, үште бір. Енді төртеуін бірақ. Енді ұяға кіргіземіз. Ұяны тасқа кіргіземіз мына жерге. Бір-бірден. Так. Қайда кетті? Енді мынандай не бар, тастарды ұстап алу керек. Бір тас аласың. Лақтырасың да біреуін аласың қолына. Ничего, давай, тағы да. Үйрен. Бір тас лақтыр. Бір тасты лақтыр. Лақтырасың тасты, мынаны қолмен аласың. Біреу қолмен. Мынаны ұстап алу керексің. Давай, енді Серік, сен давай. Бәрін ал қолына. Қолына ал бәрін. Мына жерге лақтыр. Бір тасты ал. Бір тасты ал. Үстіне лақтырып біреуін алу керексің. Екеуі ал, біреуін ғана ал. Ананы тоже ұстап алу керексің. Лақтыр үстіне. Мынаны да қағып алу керексің. Қара. Лақтырдың ба, қағып алдың. Түсін ба? Давай. Лақтыр. Жақсы. Жағынан үшінші шартты қараңдар балалар. Сұлтанәлі Серік. Лақтырам. Бір-бірден жинаймыз. Енді екеуін лақтырам. Үшеуін лақтырам. Біреу түсіп қалды.